Қайырлы күн достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге шие қосылған пирогтың рецептінен бөлісемін. Құрамында қайнатпалы крем және песочный тестадан жасалған. Бізге керегі ең бірінші бөлме температурасындағы сары май және қантымызды салып, шым-шым тұз қосып, қанты ергенше миксерлеп аламыз. Bir dana жұмыртқамызды салып, миксерлейміз. 200 грамм електен өткізілген ұнды салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды көп илеудің қажеті жоқ, шартәріздес қылып, думалақ қылып жинап алсақ болғаны, өзі жұмсақ қамыр болып шығады. Құрамында себебі сары май бар. Содан соң тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Қамырды жинап алдық, енді пищевой пленкамен орап 20 минутқа қалдырамыз. Енді салмасын жасаймыз, яғни қайнатпалы кремін жасап аламыз. Bir dana жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап венчикпен қанты ергенше араластырып аламыз. Жүгері крахмалы 25 грамм, толық граммды описание бөлімінен қарай аласыздар, барлығын жаза кеткем. Енді жақсылап венчикпен араластырып аламыз. 250 грамм ыстық сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Бірден араластырамыз, себебі жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Газ плитаға каструльді орналастырып, массамызды құямыз. Содан соң толық массамыз қою болғанша араластырып тұрамыз. Газ плитаның басында тұрып, ванильный сахар қосып араластырамыз. Және сары майымызды қосамыз, араластырып тұрамыз. Массамыз дайын болғанша араластырамыз. Әдемі қою масса шығады, түйіршік қалмайтындай қылып дайындап аламыз. Осымен біздің қайнатпалы креміміз дайын болды. Енді бөлек ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен орап, бөлме температурасына қалдырамыз. Песочный тесто дайын болды. Пергамент қағазын үстіне орналастырып, азғана мөлшерде ұнымызды себе отыра, қамырымызды жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен формасын думалақ тәріздес қылып жасап аламыз. Қамырды жайып алдық. Осындай формамызды астынан, пергамент қағазын астынан осылай орналастырып шығамыз бейнедегідей. Содан соң қамырдың жандарын ортаға жинаймыз. Себебі әзір форманың жартысын, қалпын орналастырамыз осылай. Қалпын кигіземіз. Содан соң жанына осылай қамырымызды жапсытырып, орналастырып шығамыз бір тегіс қылып. Формаға қамырды орналастырып алдық. Енді шанышқының көмегімен басып шығамыз. Себебі піскен кезде қамыр көтеріліп кетпейді. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. 35 грамм суға 7 грамм желатин қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң бөлме температурасына қалдырамыз. 300 грамм тазаланған шие, дәнегі жоқ, кастрюльге құйып,
жақсылап араластырамыз. Көп қайнатпаймыз. Қантымызды саламыз. 60 грамм. Жақсылап қанты ерігенше қайнатсақ болғаны, көп қайнатпаймыз. Осылай газ плитаның басында тұрып араластырамыз. Қанты еріді, дайын болды. Енді жартылай суытып аламыз. Суытып алғаннан соң алдын ала дайындап алған желатинді қосып, жақсылап араластырамыз. Газ плитаның асты әзіргі сәтте қосылып тұрған жоқ. Просто газ плитаның үстінде кастрюлеміз тұр. Ыстық күйінде осылай араластырып аламыз. Вишнядан жасалған салмасы дайын болды. Бөлме температурасына қалдырамыз. Қайнатпалы креміміз де дайын болып қалыпты. Қараңыздаршы, өте керемет болып шыққан. Енді коржымыз пісті. Пісіп суығаннан соң қайнатпалы кремімізді құйып, орналастырып шығамыз. Қайнатпалы кремді орналастырып алдық. Ең ақырғы этапта шиеден жасалған тосапты құйып шығамыз. Қараңыздаршы, балғын күйінде. Енді холодильникке 2 сағатқа қалдырамыз. Себебі желатин қатып қалу үшін осылай кесілген кезде былжырап тұрмайды. Холодильникте 2 сағат тұрса қатып қалады. Тоңазытқышта 2 сағат тұрды. Формамыздан босатамыз. Қараңыздаршы, өте керемет болып шыққан. Балғын жұп-жұмсақ, шаймен ішкенге өте керемет. Кесілген кезде де қараңыздар, қалай болып кесіліп жатқанын, өте керемет болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің рецепттерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Алдағы уақытта сіздерге күшті пирогтардың рецепттерімен бөлісіп отырамын. Песочный тестодан жасалынған және құрамында қайнатпалы крем, шиеден жасалған тосап бар. Өте дәмі үйлеседі. Жесеңіздер аузыңызда дәмі қалады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая.